Белгілі журналист Гүлмира Әбіқай Алашорда YouTube арнасына берген сұхбатында кең резонанс тудырған оқиғаға қатысты көзқарасын білдірді. Бұл туралы Алаш.kz ұлттық порталы Араша.kz сайтына сілтеме жасап хабарлайды. Тележурналист сөзінде еліміздің батыс өңірлерінен, атап айтқанда Ақтөбе, Атырау, Ақтау және Орал аймақтарынан Сириядағы соғыс аймағына кеткен азаматтар саны аз болмағанын атап өтті. Оның айтуынша, аталған өңірлерден келген хаттардың шамамен 30% діни мәселелерге қатысты болған. Осы тұрғыда қазіргі таңда басты күдікті ретінде аталып жүрген Сұлтан Сәрсемәлиевтің де дін жолын ұстанғаны белгілі болып отыр. Әсила апайдан Сұлтан қандай күйеу бала болды деп сұрадым. Апайдың айтуынша, Сұлтан 10-11 жыл бұрын Ақбаянды алып қашып кеткен екен. Бізбен сіз тұрмақ, оның туған туыстары мен айналасындағы адамдардың өзі Сұлтанның бейнесін толық сипаттап бере алмай отыр. Себебі олар оны тек сырттай көрген, не өтіп бара жатқанда, не келген кезде төмен қарап амандасып кететін болған. Бұл оның мінезі ме, әлде сезікті бұрын секірер дегендей, әу бастан бет жүзін жасырып, адамдардан алшақ жүріп, бір нәрсеге дайындалғаны ма? Бұл полицияның құзырындағы мәселе. Жалпы ол туғаннан сондай тұйық беді, әлде кейін өзгерді ме? Әлде арнайы бір мақсатпен әккі әрекетке барып, қылмыс жасауға дайындалды ма? Мұның бәрін полиция мен психологтар тексеруі керек. Зерттейтін мәселе көп, дейді тележурналист. Қадірлі көрермендер, бұл жаңалықты оқи отырып, бір адамның тағдыры ғана емес, тұтас қоғам үшін маңызды сұрақтар көтеріліп отырғанын аңғаруға болады. Гүлмира Әбіқайдың айтқандары эмоцияға емес, байқау мен тәжірибеге сүйенген салмақты ой сияқты көрінеді. Соңғы жылдары батыс өңірлерден Сирияға кеткен азаматтар туралы деректердің жиі айтылуы да кездейсоқтық емес. Бұл бір күнде пайда болған құбылыс емес. Ұзақ уақыт бойы жиналған әлеуметтік, рухани, психологиялық мәселелердің салдары. Сұлтан Сәрсемәлиевке қатысты айтылған деректер әзірге тек болжам деңгейінде екенін ұмытпау керек. Адамның тұйықтығы немесе дінге бет бұруы автоматты түрде қылмысқа апарады деу қате. Дегенмен оның айналасындағылардың өзі нақты сипаттама бере алмауы ойландырады. Бұл жерде бастысы асығыс айыптау емес, жан-жақты әрі кәсіби тергеу. Меніңше мұндай оқиғалардан кейін тек жеке адамды емес, қоғамдағы алдын алу тетіктерінде талдау қажет. Дін, ақпарат, психология, отбасы тәрбиесі бәрі өзара байланысты. Сабақ алмасақ, мұндай сұрақтар тағы қайталануы мүмкін.